Құрқылтай, міне осы кішкентай ғана көзге көрінер-көрінбес құстың ұясының қаншама емдік қасиеті бар екенін біреу білсе, біреу білмес. Ал енді осы құстың ұясы жайлы айта кетсем. Құрқылтай деген бұл құс, қасиетті де киелі құс. Біз қазақ ауырғанда ең алдымен шипаны Алладан сұраймыз ғой. Дегенмен осы құстың ұясының емдік қасиеттері жайлы айта кетейін. Құрқылтайдың ұясы 80 түрлі ауруға емдейтін. Олар радикулит, цистит, қуықтағы грыжа, сүйек сырқырауы, буын сырқырап қақсауы, тамырлардың ісінуі, бүйрек аурулары, ревматизм, жыныс жолдарының суықтауы, жатыр аурулары, простатит, аденома, бедеулік, құрсақ көтермеу сияқты тағы да басқа көптеген ауруларға ем. Және де бұл емді кез келген адам үй жағдайында қолдана алады. Ешқандай қиындығы жоқ. Тек ұяның булауына кешке жатар алдында түскен жөн. Өйткені ем қабылдағаннан кейін желге шығуға болмайды, суық тигізуге болмайды. Ем 10 немесе 15 күнге дейін жалғасады. Міне осы 15 күнге осы құстың бір ұясы жетеді. Оны кәдімгі құрғаған адыраспанмен араластырып қолдануға болады. Сондай-ақ мұндай әдісті пайдалану сырт көзге күлкілі көрінуі мүмкін. Алайда 3-4 күннен кейін пайдасы тиіп жатқанына көз жеткізе бастайсыз. Кейде тіпті бір қолданғаннан-ақ пайдасы тие бастайды. Сондай-ақ кез келген уақытта құрқылтайдың ұясын жұлып алуға болмайды. Балапан қанат қағып ұшып, ұя бос қалғанда ғана алуға болады. Әйтпесе киелі құстың киесі ұрады. Мен бала күнімде еститінмін. Кезінде Қытайда осы құстың өзімен бірге ғана ұясын 5 тонна күрішке бағалаған деседі. Неге күріш? Себебі бұрында қазақ сауданы етпен, малмен бағаласа, Қытай күрішпен бағалаған. Қытайдан келген қандастарымыз болса, білетін шығар. Бұл құстың қытайша атауы юнбао болса керек, не болмаса юнкбао. Менің оған нақты дәлелім жоқ, бірақ естіген емдік қасиеттеріне қарап, тап сол юнбао деп ойлап отырмын. Ұя негізінен шөппен, жібектен тұрады. Егер қолыңызға ұстап жақсылап қарасаңыз, асқан шеберлікпен тоқылған кішкене тесігі бар себет қапшықты елестетеді. Сондай-ақ ұяны кем дегенде 7 метр биіктікке ағаш басына салады. Жерден қарағанда бұл кәдімгі себет қапшықты ағаш бұтағына ілдіріп қойғандай көрінеді. Алайда қаншама жел, қаншама жауын, боран болса да, ұя сол қалпы тұра береді. Үзіліп жерге түспейді, не ұшып жоғалып кетпейді. Өйткені ұясын тоқығанда осы құс өзінің ауыз сілекейін пайдаланады. Негізгі емдік пайдасы құрқылтайдың ауыз сілекейінде болады. Тағы да айта кететін жайт, құс ұясын салуға жақын маңдағы ауыл үйлерін аңдиды екен. Себебі жібек жіпті сол үйлерден ұрлап алады. Сондай-ақ жібектен басқа мақтадан немесе синтетикадан жасалған маталарға тиіспейді. Міне сол үшін болса керек, ұясын адамдарға пайдалануға қалдырады дейді. Адамзаттың арқасында ұя соғып, балапаны шыққан соң сол ұяны сол адамзатқа емге тастап кетеді. Тап осы күн біздің елде бұл құс Қызылорда тоғайларында көп кездеседі. Өзбекстанда, Бұхара аймағында, Түркіменстанда, Қарақұм арнасы айналасында көп кездеседі екен. Ұяның құны әр жерде әрқалай. Құрметті көрермен, каналымды осы айдың аяғына дейін 500 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмын. Сондықтан каналға жазылып, лайк басуды, пікір білдіруді ұмытпаңыз. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз мені жаңа әрі пайдалы видеоларды шығаруға одан сайын шабыттандырады.